Açayım da. Ondan sonra şunu istedim. Саламатсыздар ма, құрметті біздің көрермендер, оқырман қауым. Біздің бүгінгі онлайн кеңесіміздің негізгі тақырыбы тұқымдарды сауықтыру болып табылады. Яғни біз бүгін тұқымдардың маңыздылығын, фитосараптаманы және де тың жаңалықтарды, осы біздің институтымызда болып жатқан тың жаңалықтарды және тұқымдарды алдын ала сауықтырудың маңыздылығын айтып кетеміз. Негізінен тұқым жалпы кез келген ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымы оның алғашқы инфекция көзі болып табылады. Себебі тұқым қажетті қоректік элементтерге бай және сапрофитті патогенді микрофлораның өміршеңдігін сақтауға арналған негізгі жақсы бір субстрат болып табылады. Тұқымдық материалдары арқылы шамамен 70%-дан астам инфекциялық аурулар беріледі. Тұқымның патогенді жиынтығы саңырауқұлақты және бактериялы аурулардың ондаған түрлерін қамтиды. Бұл жиынтық тұқымның өнгіштігіне, оның өсу энергиясына және барлық вегетациялық кезеңдегі оның дамуына кері әсерін тигізеді. Олар тұқымның өну кезінде тамыр жүйесіне еніп, ондағы тамыр шірік ауруларына тудыруы мүмкін. Өз кезегінде тамырда жинақталған инфекция қоры жоғары қарай түтікшеге өтіп, бұл яғни түтікше жүйесіне өтіп, бұл трахеомикозды ауруларды, яғни мысалы бактериоз, сонымен қатар бактериоздың әртүрлі түрлері, сонымен қатар фузариоз сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Жалпы кез келген ауыл шаруашылығы саласында, яғни қожалықта деп айтайық, негізгі назар бұл отырғызу материалына аударылуы қажет. Яғни тұқымдық материалға аударылуы қажет. Тұқымдық материалымыз өзінің даму фазасында барлық фитофактордың қандай да бір түрінен бос болуы қажет. Тұқымдық материалда аурулар мен зиянкестердің болмауы ол өсімдіктің белсенділігі жоғары жапырақ аппаратын түзуге, сонымен қатар жоғары фотосинтетикалық өнімділігін арттыруға және ылғалдылық пен минералды заттарды жақсылап жинайтын жанама тамырлар жақсы дамыған тамыр жүйесін түзуге және ең соңында осының бәрі жинақталып жақсы өнім беруге, өнімділігі мол өсімдікті өсіруге әкеліп соқтырады. Тұқымдарды инфекциялық аурулардан сауықтыру негізінен фунгицидтермен және биологиялық препараттар арқылы жүзеге асырылады. Алынған сауықтырылған материал барлық сақтық шараларын талап етеді. Яғни сауықтырылған материалымызды қайтадан инфекция қорымен залалданбауын біз қамтамасыз етуіміз қажет. Ол үшін бірнеше шаралар қолданылады, яғни агротехникалық, тұқымдық шаруашылықтық
және қорғау шаралары жүргізілу қажет. Соның бірі бұл тұқымды жоғары агрофонда өсіру болып табылады. Яғни уақытылы, оптималды мөлшерде тұқымдарға, яғни өсімдіктерге тыңайтқыштарды енгізу, биологиялық активті заттарды енгізу, яғни өсімдік өсуін белсендіргіштерді, өсімдік өсуін реттегіштер, стимулятор, регулятор роста деп айтып жатамыз ғой. Соларды, сондай заттарды енгізу болып табылады. Осы кезде айта кететін бір жай бұл азотты артық енгізбеу. Егер азотты артық енгізсек, біз білеміз, оның кері әсері тиеді. Ол тек азот емес, неге мен мысалы оптималды мөлшерде деп айтып жатырмын. Яғни кез келген препарат болсын, биологиялық препарат болсын, химиялық препарат болсын, тыңайтқыштар болсын, жаңағы белсендіргіш заттар болсын, олардың бәрі оптималды мөлшерде енгізілу қажет. Ал азоттың, мысалы соның бір азоттың артық мөлшерде енгізілуі, біз білеміз, өсімдіктің ауруларға төзімділігін төмендетеді және зиянкестермен зақымдалуын арттырады. Келесі шаралардың бірі бұл топырақты пестицидтермен немесе биологиялық препараттармен, сонымен қатар өңдеу, пестицидтермен, биологиялық препараттармен өңдеу. Не үшін? Топырақта сақталған және топырақтың зиянды микроорганизмдеріне, нематодтарға, саңырауқұлақ инфекцияларына қарсы жүргізілетін шара болып табылады. Келесі міндетті түрде жүргізілетін шара бұл арам шөптермен қарсы жүйелік шаралар. Біз білеміз, арам шөптер инфекциялардың резерваторлары болып табылады. Маңызды профилактикалық алдын алу шараларының бірі бұл ауруларды тасымалдаушы зиянкестермен қарсы уақытылы, жүйелі және тиімді күресу болып табылады. Келесі шара бұл егу, себу, отырғызу шараларының жұмыстарының оптималды мерзімдерін ұстану. Ол да өз кезегінде тұқымның ауруларымен, яғни өсімдіктің ауруларымен аз мөлшерде залалдану немесе мүлдем залалданбауын қамтамасыз етеді. Келесі шара агротехникалық бұл алғы дақылдардың маңыздылығы. Олардың маңызы өте зор, біз білеміз. Көптеген дәнді дақылдардың, мысалы вирусты аурулары, жаңағы дәнді дақылды арам шөптерде сақталады. Яғни бұл өз кезегінде олардың ие өсімдіктерден мәдени дақылдарға ауыспауын қамтамасыз етуіміз қажет. Келесі бұл тұқымдық учаскелердің өндірістік егістерден кемінде 1 километр алшақ орналасуы қажет. Жалпы ауыл шаруашылық дақылдарын қорғаудағы профилактикалық шаралардың бірі бұл тұқымдарды егу алдында дәрілеу болып табылады. Бұл әдіс қоршаған ортаның барлық талаптарына және кез келген ауыл шаруашылық қожалығының қандай да бір ауыл шаруашылық дақылдарын өсіруге кеткен, қорғау шараларына кеткен шығындарын үнемдеудің негізгі бір көзі, яғни үнемдеудің де талаптарына сәйкес келеді. Бұл әдіс ауыл шаруашылық дақылдарының, кез келген ауыл шаруашылық дақылдарының барлық талаптарына кеткен технологиялық процесті 25-35%-ға дейін өндіріп береді.
тұқымдарды себу алдында сауықтырудың тағы бір плюс етеді. Және де тұқымдық, топырақ және аэрогенді инфекциялардан қорғаудың негізгі әдісі болу шарт деп ойлаймын. Осы орайда тұқымды дұрыс дәрілемеу, тұқым өңдегіш препараттарды бұрыс таңдау, тұқымның өну барысын, яғни өсімдікке тұқымдың өну барысы болашақ өсімдікке және өнімділікке үлкен қауіп тудырады. Осыған орай тұқымды өңдегіш дәрілерді таңдау негізінен фитосараптамаға сүйенеді. Жалпы дұрыс жүргізілген фитосараптама нәтижесінде дұрыс таңдалған тұқымдық материал және де дұрыс таңдалған тұқым дәрілегіш препараттар бұл болашақ мол өнімнің кепілі десек те болады. Фитосараптама бұл зертханалық жағдайда жүргізілетін тұқымның өнгіштігін, оның өсу энергиясын көрсететін негізгі сапалық және сандық, яғни тұқымдардағы патогендердің негізгі сапалық және сандық мөлшерін көрсететін ең қажетті және негізгі сараптамалардың бірі деп санаймыз. Тіпті кез келген ауыл шаруашылығындағы, қожалықтағы агрономға тұқымды себу мөлшерін анықтау үшін де міндетті түрде оны фитосараптамадан өткізу қажет. Жалпы фитосараптама туралы ауқымды эфирімізді келесі жолы міндетті түрде жүргізетін боламыз. Осы фитосараптаманың нәтижесінде дұрыс таңдалған дәрілер яғни дәрілерді дұрыс таңдау фитосараптама оның негізі десек те болады. Не ексең, соны орасың дейді дана халқымыз. Яғни тұқымдарды алдын ала сауықтыру, кішкене тарихи мәлімет айтып кетейін. Біздің заманымыздан бұрын, 2000 жыл бұрын грек, римдіктердің жеке жер иеленушілерінде басталған екен. Ол жерде тарихқа сүйенсек, тұқымды күлмен, сонымен қатар зәйтүн майының сығындысымен және бәрімізге белгілі өзінің бактерицидтік қасиеті бар пияздың шырынымен өңдеген болатын. Әрине ол кезде әлі дамымаған ауыл шаруашылығы тұқымдардың бұл әдістермен толық аурулардан сауығуын қамтамасыз етпеді. Ал орта ғасырларда патогендерден тұқымдарды қорғау үшін хлордың әртүрлі қосылыстарын пайдаланған болатын. Бұл да өз кезегінде тұқымды толық сауықтыруға мүмкіндік бермеді. Отырғызу материалын дәрілеу тиімділігі шамамен 300 жыл бұрын ғана ғылыми түрде дәлелденген болатын. Алайда ол дәлелдерде, ол жаңалықтар да өндірістік деңгейдегі ауыл шаруашылық өндірісін қарқындату, жандандыру кезеңінде ғана жүзеге асқан болатын. 18 ғасырда ғылымның жандануына, өркендеуіне кезеңінде тұқымды мыс тұздарымен, одан кейін мышьяк бар ғой, күшала дейміз ғой, мышьяк қосылыстарымен сулай бастаған болатын.
Сонымен қатар тұқымдарды ыстық суда да өңдеген болатын. Айта кететін жайт, осы кезеңде термообработка дейді, яғни термоөңдеу ғылымның қазіргі мысалы әбден дамыған кезеңінде де орын алып отыр. Әртүрлі дақылдарда, тіпті біздің институтымызда да әртүрлі ғылыми тәжірибелер қойылып жатыр. 20 ғасырдың басында ауыл шаруашылығында тұқымдағы өңдеуде сынапты улағыштар дүниеге келген болатын. Алайда олардың қоршаған ортаға және адам өміріне аса зияндылығына байланысты сол 100 жылдықтың соңында олар мүлдем жойылды десек те болады, алынып тасталды, қолданудан алынып тасталды. Сонымен көптен күткен жақсы препараттар, тұқымды көптеген аурулардан сауықтыратын және оның жақсы өнуіне мүмкіншілік беретін препараттар 20 ғасырдың 70 жылдарында қауіпсіз әрі тиімді қосылыстар нәтижесінде пайда болды. Қазіргі таңдағы тұқым өңдегіш препараттар ерте кезеңдегі жапырақ ауруларынан, яғни дақылдардағы жапырақ ауруларымен күреседі. Ал тұқымдарға пестицидтердің әртүрлі топтарын, фунгицидтерді және инокулянттарды бүркіген. Тұқым дәрілегіштер тек фунгицидтерден өзге қазіргі заманауи препараттарда олардың құрамында инсектицидтер, өсімдік өсуін реттегіштер, микроэлементтер және гуминді қосылыстар осылармен байытылған. Мұның барлығы тұқымдың өміршеңдігін жоғарылату, оларды зиянкестер мен аурулардың жиынтығынан қорғау, олардың өнгіштігін арттыру, олардың өскіндердің өсуін белсендіру, сонымен қатар біркелкі өскін алуға және осының бәрі жиналып келіп, ең соңында дақылдың әлеуетті өнімін сақтау және ұлғайту мақсатында жасалып жатыр. Осы орайда біздің институттың қызметкерлері қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрлігімен бекітілген тізімге сай, сонымен қатар соны қолдана отырып, сонымен қатар өз үлесімізді ауыл шаруашылық саласына қосу мақсатында қазір біз қорғағыш, ынталандырғыш құрамдарды әртүрлі ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымдарына арнап жасап жатырмыз. Бұл құрам қалай жасалады? Яғни, жаңа айтып кеттім ғой, тізімге сай препараттар алынады. Олардың тек әсер етуші заты ғана емес, олардың әсер ету жүйесіне көңіл аударылады. Сонымен қатар әр ауыл шаруашылық дақылдың түріне, олардың сортына, сонымен қатар басқа да жағдайларға бұл құрам жасалып жатыр. Бұл құрам жасалып нәтижесін біз көріп жатырмыз. Шамамен 30%-ға дейін өнімді арттырып жатырмыз. Кейде қазіргі таңда біз тек құрамды ғана ойлап тауып қоймай, шаруашылыққа қажетті, яғни бірден бір көз ол қаржылық жағдай. Сол шаруашылыққа біз үнемдеуге көмектесу мақсатында, яғни экономикалық тиімділігін арттыру мақсатында осы құрамның қазіргі таңда оларды арзандату мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Бұл құрамның нәтижесін, бұның қалай жүргізіліп жатқанын мен көрсете кетейін сіздерге.
біздің зертханалық жағдайда, кешірім сұрайын, зертханалық жағдайда ең алдымен алып келінген тұқымдарды қазір бір минут, алып келінген тұқымдарға яғни комплексті сауықтыру жүргізіледі. Бұл процесс ұзақ болады әрине. Алып келінген кез келген ауыл шаруашылық екі нұсқаны салыстырып көрсек, мұнда өңделген нұсқада жанама тамырлары өте жақсы дамыған. Фитосараптама нәтижесінде және осы сауықтыру нәтижесінде біз тек қана олардың өнгіштігі мен энергиясын ғана бақылап қоймаймыз, сонымен қатар олардың әртүрлі ауруларға төтеп беруін, төзімділігін, бұл құрамның ол ауруларды бәсеңдетуін де тексереміз. Бұл жерде тек жүгері дақыл емес, сонымен қатар өздеріңіз көріп отқандай басқа да дақылдар бар. Келесі бұл арпаның дақылы. Арпа дақылының тұқымы өте жақсы көрсеткішке ие. Тек тамыр жүйесі емес, сонымен қатар тазалығы емес, аурулардан сауықтырылуы ғана емес, олардың биіктігі, яғни өскіндердің биіктігі де оларға әсер етеді. Қазіргі кезде жоғарғы маңызға ие соя дақылының, яғни майбұршақ дақылының да біз сауықтыру жұмыстарын айналысамыз. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай майбұршақ дақылының да жанама тамырлары өте жақсы дамыған, ешқандай ауру жоқ десек болады. Оны біз қоректік ортадағы петри табақшаларын салыстыру арқылы көре аламыз. Олардың тамыр жүйесі, олардың инфекцияның тазалығы, сонымен қатар алғашқы жапырақтарының бақылау нұсқасына қарағанда осының бәрі нәтиже береді. Сізге сұрақ. Тұқымдарда патогендердің жинақталу процесін айтып беріңізші дейді. Тұқымдарда патогендердің жинақталу процесі негізі вегетациялық кезеңдерде және алғашқы тұқым
көзі болып табылады. Кішкене қаттырақ сөйлесеңіз естілмейді дейді. Жинақталу процесі бұл негізгі ол тұқым, одан кейін вегетациялық кезеңдегі топырақтағы инфекция, ауа райына байланысты әртүрлі аэрогенді және басқа да инфекциялар. Тағы да қайталап айтасыз ба, естілмейді дейді. Да, сөйтіп айтасыз. Тұқымдағы жиналатын тұқымдарда патогендердің жинақталуы бірнеше процестерден жүреді. Яғни ол ең алғаш инфекция көзі, ауа райының жағдайына байланысты. Алғашқы инфекция көзі болып табылатын ол тұқым, одан ауа райының жағдайына байланысты, яғни аэрогенді инфекциялар, топырақта болатын инфекциялар. Осы патогендердің барлығы болашақ өсімдіктің тұқымында жинақталады. Келесі айта кететін жайт, біздің фитопатология зертханасы бұл процестердің барлығын ақылы түрде жүргізеді, яғни фитосараптама жүргізеді, кез келген ауыл шаруашылық дақылына қорғағыш ынталандырғыш құрам дайындайды. Осы қорғағыш ынталандырғыш құрам дайын болғаннан кейін біз жаңағы шаруашылыққа береміз. Олар ары қарай өздері үлкен мөлшердегі тонна бойынша үлкен мөлшердегі тұқымдарды дәрілейді. Негізі тұқымды дәрілеу екі түрлі жүйеде өтеді: сулау және ылғалдау. Келесі сұрақ: фитосараптама жасалмаған немесе дұрыс дәріленбеген тұқым салдары қандай? Фитосараптама жасалуы міндетті шарт, оны бәріміз білеміз. Оның нәтижесін біз тексерген болатынбыз. Тіпті енді оны мен ойлаймын, барлық агроном немесе шаруашылық қожалығы біледі. Фитосараптама жасалмаса, ең алдымен себу нормасы анықталмайды. Яғни ол шаруашылық біркелкі өнім алудан, біркелкі өскін алудан, жақсы өнім алудан сақталмаған. Және дұрыс дәріленбеген тұқым салдары осыдан 2 жыл бұрын солтүстік Қазақстаннан келген, алдын ала дәріленген тұқымдар келген болатын. Олардың нәтижесін біз көрдік. Ол тұқымның салдары біріншіден қаржылық жағдай, яғни шаруашылықтың қалтасынан ұрады. Бекерге жасалған, яғни кеткен артық шығын, қаражат, және де артық пестицидный остатки дейді ғой, соның әсері, тұқымда артық химиялық қалдықтың қалуы. Келесі біздің тағы фитопатология зертханасында жүргізілген және жүргізіліп жатқан тағы бір үлкен жұмыс, ол термохимиялық өңдеу. Яғни бағана лекция барысында, онлайн эфир барысында айтып кеттім ғой, біз тек термообработканы
тарихи жағдайда 20 ғасырда бастаса да әлі күнге дейін оның қолданысы зор. Біз әрине ыстық су қолданбаймыз, заманауи құрылғыларды қолданамыз зертханалық. Сонымен қатар термохимиялық өңдеуде термоөңдеу және химиялық өңдеудің екеуінің сыбайластығын, екеуінің әсерін бірге зерттейміз. Бұл зерттеу жұмыстары көбінесе көкөніс дақылдары бар ғой, көкөніс дақылдарына және бақша дақылдарының тұқымдарын өңдеуге өте жақсы оң әсерін тигізеді. Себебі ауыл шаруашылығында көбінесе жұмысты көп қажет ететін, қаражатты көп қажет ететін сала бұл жаңағы бақша дақылын өсіру және көкөніс дақылдарын өсіру. Не себепті? Себебі көкөніс дақылдарының тұқымдарында тұқыммен берілетін аурулардың саны көп және олардың зияндылығы өте зор. Көбінесе бактериялы аурулардың таралуы. Ондағы тұқымдарда бактерияларды аурулардың жинақталуы. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстан Республикасының тізімінде жаңағы системный дейміз ғой, жүйелік фунгицидтің жоғы сол кері әсерін тигізеді. Бізге бір сұрақ келіп тұр екен. Жалпы Қазақстанда жеміс-жидектердің көшеттерінің жағдайы қалай? Қандай аурулармен залалданған? Күресудің жолы қандай? Жалпы жеміс-жидектер енді көбінесе кез келген тұқым болсын, отырғызу материалы болсын, ол мемлекеттік сортты сараптамадан өткізу инспекциясынан және сондай үлкен питомниктерден өтуі қажет. Қазақстанда көбінесе жеміс-жидектер көшеттерінің жағдайы, олар соңғы кезеңде бактериялы жеміс дақылдарының күйегі ауруымен залалданған көбінесе, және соңғы осы бір жылда фитофтороз ауруымен залалданған болып келеді. Бірақ қазір үлкен күрес жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл негізгі екі аурудың негізгі күресу шаралары профилактикалық, яғни алдын алу шаралары. Өкінішке орай көптеген шаруа қожалықтар профилактикалық шараларын жасамағандықтан ауру жылдан жылға асқынып, жылдан жылға жинақталып, өсімдікте және топырақта ары қарай дами береді. Келесі сұрақ: фитосараптама нәтижесін толық алу үшін шаруа қожалық неше күн күту қажет және бағасын айтып өтсеңіз дейді. Біздің институтта және фитосанитарлық зертханалық сынақ-талдау орталығында белгіленген прайс-лист бар. Сол бойынша төленеді. Оны кез келген адам, яғни кез келген тапсырыс беруші келіп осында білуіне болады. Фитосараптама әртүрлі дақылда әртүрлі күнде дайын болады. Ол дақылдың биологиясына байланысты дайын болады. Келесі сұрақ: тұқымдарды дәрілеу үшін тек тізімде тіркелген препараттарды алу керек па? Негізі, тұқымдарды дәрілеу үшін Қазақстан Республикасының
ауыл шаруашылығы министрлігімен тіркелген тізім бар. Көрсетіп кетейін оны. Ол міне осы тізім, негізгі тізім бұл. Бұған қосымша негізінен бірінші, екінші, үшінші және төртінші қосымшалар шығарылған, жылда шығарылып келеді. Сол тізімдерде көрсетілген препараттарды қолдану қажет. Мысалы, айта кететін, соя дақылына бірнеше препараттар тіркелген. Ол Акиба, сонымен қатар Бенефис, сонымен қатар Кербен және басқа да препараттар соңғы жылы, осы былтырғы жылы, олар регистрациялық және өндірістік сараптамадан өтіп тіркеледі. Жеміс жидектердің тұқымына зиян келтірген негізгі патогендер қандай? Жеміс жидектердің, біз білеміз, жеміс жидектер негізінен отырғызу материалы жеміс ағаштарында, жидек ағаштарында ол көшет болып табылады. Негізгі патогендер, мысалы жеміс ағаштарын алатын болсақ, соңғы жылдар, ол жаңа мен алдын айтып кеттім ғой, жеміс дақылдарының бактериялы күйігі, фитофтороз ауруы, сонымен қатар вертицеллез ауруына, яғни отырғызу материалы арқылы, отырғызу материалының тамырында, сонымен қатар сабағында болатын негізгі аурулардың болмауын қадағалау қажет. Ал жидекті өсімдіктерде көбінесе соңғы кездері көп таралған аурулар ол фузариозды солу, тамыр шірігі, тамыр мойны шірігі, трахимикозды солулар болып табылады. Өкінішке орай, соңғы кездері көбінесе Алматы облысында шаруа қожалықтар таңқурай, малинамен отырғызумен көп айналысуда. Солардың ең бір көп кездесіп жатқан және отырғызу материалдарының тіпті 80%-ға жуығына дейін жоғалтып алуына осы жоғарыда аталған аурулар себепші болып отыр. Негізгі бүгін біздің тақырыбымыз тұқымдарды сауықтыру материалы. Мен ойлаймын, біздің тікелей эфир біздің көрермендерге, біздің тапсырыс берушілерге, ауыл шаруашылық қожалығының иелеріне, агрономдарға тиімді болды деп ойлаймын. Тұқымның маңыздылығы, жаңағы қазақта айтады, баланы жастан тәрбиеле деп. Сол сияқты тұқымды да біз ең бастапқы сеппей тұрып, сауықтырып, тазалап алуымыз қажет. Біз ауыл шаруашылығына өз үлесімізді қосу үшін, сонымен қатар ауыл шаруашылығының қожалықтарына көмегімізді тигізу үшін оларды өзіміздің орталыққа, институтқа шақырамыз. Келіңіздер, фитосараптамадан міндетті түрде олардың ауыл шаруашылық егілетін дақылдардың тұқымдарын фитосараптамадан өткізіңіздер. Оларды сауықтыруға да біз барынша көмектесіп, ары қарай жұмысты жүргізуге барынша атсалысамыз деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.